Соңғы апталарда әлеуметтік желілерде жаңа пандемия басталуы мүмкін деген болжамдар жиілегенімен халықаралық сарапшылар мұндай сценарийдің ықтималдығын төмен деп бағалап отыр. Өйткені COVID-19 ауа тамшы және аэрозоль арқылы өте жылдам таралса, хантавирустың әсіресе Андес штаммының жұқпалылығы әлдеқайда төмен. Соған қарамастан қауіп толықтай жойылды деуге болмайды. Әсіресе шетелге саяхаттайтын азаматтарға сақтық шараларын ұстану маңызды. Мамандар кеміргіштер болу мүмкін орындардан аулақ болуға, стихиялық сауда орындарында тамақтанбауға және санитарлық талаптарды қатаң сақтауға кеңес береді. Егер сапардан кейін 1-8 апта ішінде дене қызуы көтеріліп, қатты әлсіздік пайда болса, дәрігерге қаралып шетелде болғаныңызды міндетті түрде хабарлау қажет. Себебі хантавирусқа қарсы арнайы вакцинада толық дәлелденген вирусқа қарсы емде әзірге жоқ. Емдеу көбіне науқастың жағдайын тұрақтандыруға және өкпе, жүрек, бүйрек асқынуларының алдын алуға бағытталады. Сондықтан дәрігерлердің айтуынша, бұл инфекциямен күрестегі ең тиімді жол үрейге берілмеу, сақтықты күшейту және ауруды ерте анықтау.